Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге тауық етін жасалған 4 түрлі салат рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен суға қайнатылған сәбізді, картопты турап аламыз, дәл видеодағыдай. Кейіннен жұмыртқаны тураймыз. Сүрленген тауық етін, консервіленген бұршақты салып, майонезді салып, тұзын салып араластырамыз. Салатымыз дайын. Екінші салатымызды дайындаймыз. Ең алдымен сүрленген тауық етін турап аламыз. Міндетті түрде сүрленген тауық еті болу қажет. Кейіннен жұмыртқамызды тураймыз. Консервіленген ананасты саламыз, майонез салып, жақсылап араластырып, салатымыз дайын. Үшінші салатымызды дайындаймыз. Бұл жерде қайнатылған жай ғана тауықтың еті, тұзды суға піскен. Дәл видеодағыдай етіп, ұзынша етіп турап шығамыз. Қиярымызды тураймыз. Кейіннен жұмыртқамызды тураймыз. Майонезімізді салып, жақсылап араластырамыз. Салатымыз дайын. Енді ең соңғы салатымызды дайындаймыз. Бұл жерде бізде алдын ала қайнатылған тауық еті, тұзды суға піскен жұмыртқадан жасалған омлет және консервіленген кукуруз. Майонезімізді салып, тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Көрсетілген әр салаттың өзінің ерекшелігі бар. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын.